Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің өтетін сабағымыздың тақырыбы Ғабит Мүсіреповтің өмірі мен шығармашылығы. Ең алдымен біз топқа бөлінеміз. Сіздер киіз үйді басу арқылы бірінші, екінші, үшінші топқа бөлінесіздер. Бізде бағалау жүйесі домбыра әдісі арқылы 1-ден 10-ға дейін балдық жүйе арқылы бағаланасыздар. Келесі үй тапсырмасы алдыңғы өткен сабақ бойынша үй тапсырмасын саралау. Дескриптор. Шығармада берілген портреттік суреттелерді табады. 1 балл. Кейіпкерлерге мінездеме береді. 1 балл. Жалпы балл 2 балл. Бүгінгі сабақта біз Ғабит Мүсіреповтің өмірі мен шығармашылығын зерттейміз. Оқу мақсаты. Автор бейнесінің идеялық, стилистикалық тұтастырушы ретіндегі рөліне талдау жасау. Сабақ мақсаты Ғабит Мүсірепов шығармаларындағы автор бейнесінің идеялық, стилистикалық тұтастырушы ретіндегі рөлін талдау. Шығарманың негізгі идеясымен байланысын анықтап, және жазушының өзіндік стильдік ерекшеліктерін сипаттау. Балалар, Ғабит Мүсірепов жайлы сіздерге қазір бейне материал көрсетемін. Ол кісі кім? Қай жерге дүниеге келген? Қай жылдары өмір сүріп, қай жылдары қандай шығармалар жазған? Сол бойынша бейне материалмен танысып өтейік. Ғабит Мүсірепов бүгінгі солтүстік Қазақстан облысының Жамбыл ауданындағы Жаңажол ауылында дүниеге келген. Орта жүздің Керей тайпасының Сибан руынан шыққан. 2. Алғашқыда ауыл молдасынан арабша хаттанып, жастайынан әуелі 2 жылдық ауылдық орыс мектебін, кейін 4 жылдық жоғары басқыш орыс мектебін бітіреді. Орыс мектебінде жүргенде орыстың атақты ақын жазушыларының шығармаларын оқып білуі, ауыл мектебінде өзін оқытқан әдебиетші мұғалім Бекет Өтетілеуовтың әсер ықпалы болашақ жазушының әдебиетке ерекше ықылас аударуына септігін тигізеді. Орынбордағы рабфакта оқып жүргенде ол әдеби білімін, эстетикалық сезімін одан сайын жетілдіре түседі. Осында өткізген 1923-1926 жылдары Орынбордағы жұмысшы факультетінде Сәбит Мұхановпен бірге оқыды және Сәкен Сейфуллинмен танысты. 1927 жылы Омбы ауыл шаруашылығы интернатын бітірді. 1927-1928 жылы Бурабай орман шаруашылық техникумында оқытушы қызметінде. 1928-1932 жылдары Қазақ мемлекеттік баспасының бас редакторы қызметінде. 1933 жылы Қазақ АКСР халық ағарту комиссариаты өнер секторының меңгерушісі қызметінде. 1934 жылдан Қазақ әдебиеті және социалистік Қазақстан қазіргі Егемен Қазақстан 1935 газеттерінде бас редактор қызметінде. 1936 жылы Қазақ өлкелік комитетінде баспасөз бөлімі меңгерушісінің орынбасары қызметінде. 1937 жылдан Қазақстан Компартиясы саяси ағарту бөлімінің меңгерушісі қызметінде. 1938-1955 жылдары бірыңғай шығармашылық жұмыстармен айналысқан. Алғаш 1925 жылы едіге әңгімесі еңбекші қазақ газетінде жарияланды. Мүсіреповтің тұңғыш повестерінің қатарына 1928 жылы Қызылорда қаласында жарық көрген Тулаған толқында мен Американ бидайығы атты шығармалары жатады. Жас жазушының болашағынан үміт күттірген бұл туындылар азаматтық тақырыпты толғайды. Тулаған толқында повесі сюжеттік құрылысының босаңдығына қарамастан, жас қаламгердің пейзаждық, юморлық, диалог жасағыштық шеберліктерін байқатып, суреткерлік қырын танытқан шығармасы болды. Мүсіреповтің алғашқы романы «Қазақ солдаты». 1945 жылы «Қазақ батыры» деген атпен жарық көрген повесін жазушы өңдеп, толықтырып, 1950 жылы қайта жариялады. Бұл шығарма бүкіл қазақ әдебиетінің проза саласында дүниежүзілік соғыс тақырыбына арналған тұңғыш туынды және қазақ әдебиетіндегі соғыс тақырыбында жазылған таңдаулы шығармалардың санатынан лайықты орнын алған аса елеулі еңбек болды. Романның басты кейіпкері Қайрош Сарталиевтің прототипі Қайырғали Смағұлов 1941-45 жылдардағы соғысқа бастан аяқ қатысып, Кеңес одағының батыры атағына ие болған адам. Соғыс кезіндегі халықтың басқыншыларға қарсы патриоттық сезімімен күресін шынайы бейнелеген романда жазушы өзіндік шығармашылық өрнекпен отты жылдардың көркем шежіресін жасады. Нақтылы кейіпкерлердің жинақталған бейнесі арқылы бүкіл халықтың, елдің ерлік бітімін көрсетті.
қаламгердің көп ізденіс, үлкен дайындықпен келген образы, ұлпан бейнесі, ұлпан романы 1974. Ол қазақ әдебиетіндегі қайталанбас, оқшау тұрған әдеби образ. Өзінің бар ерекшелігімен, көркемдік бітімімен, эстетикалық әсер күшінің молдығымен көрінетін ұлпан бейнесін жасауға жазушы өмір бойы іштей дайындалып, көп ізденіп, толғанғаны байқалады. Ғабит Мүсіреповтің өмірі мен шығармашылығы туралы танысып болсаңыздар, жеке жұмыс бастаймыз. Жеке жұмыс бізде сиқырлы кітапхана әдісі, дескриптор. Ғабит Мүсіреповтің өмірі мен шығармашылығы туралы білімін тест бойынша анықтау. Әрбір дұрыс жауапқа 2 балдан қосылып отырады. Балалар, ауларыңызда сиқырлы кітапхана. Әр қайсыңыз келіп, бір кітапты басамыз, сол кітаптан шыққан сұраққа жауап береміз. Бірінші сұрақ. Ғабит Мүсірепов қай жылы дүниеге келді? Екінші сұрақ. Ғабит Мүсіреповтің туған жері қай аймақта орналасқан? Үшінші сұрақ. Ғабит Мүсіреповтің ең танымал шығармасы қандай? Төртінші сұрақ. Жазушының ең алғашқы әңгімесі қалай аталады? Бесінші сұрақ. Ғабит Мүсірепов қандай тақырыптарға көп қалам тартқан? Алтыншы сұрақ. Қазақ солдаты романында кімнің өмірі суреттеледі? Жетінші сұрақ. Ғабит Мүсірепов қай жанрларда еңбек етті? Сегізінші сұрақ. Ғабит Мүсірепов қай жылдары қайтыс болды? Тоғызыншы сұрақ. Ғабит Мүсіреповтің қай шығармасы әлем әдебиетіне де танымал? Оныншы сұрақ. Ғабит Мүсірепов қандай жанрда көп шығармалар жазды? Бізде келесі тапсырмамыз топтық жұмыс. Бірінші топ зерттеушілер, екінші топ сыншылар, үшінші топ талдаушылар. Бірінші топ уақыт капсуласы әдісі арқылы Ғабит Мүсіреповтің өмірі мен шығармашылығын толықтай зерттейсіздер. Екінші топ инсерт әдісі арқылы автор бейнесін шығармаларынан анықтайсыз. Үшінші топ рафт әдісі арқылы автор бейнесіне талдау жасайсыздар. Бірінші топ Ғабит Мүсіреповтің өмірі туралы ақпарат жинайды, жазушының шығармашылығын зерттейді, оның еңбектерінің қазақ әдебиетіндегі орнын сипаттайды, қызықты деректерді тауып, болашақ ұрпаққа арналған хат жазады. Дескриптор жалпы 4 балл. Ғабит Мүсіреповтің өмірі мен шығармашылығын зерттейді. Екінші топ сыншылар тобы. Сіздерге Ғабит Мүсірепов туралы үзінді беріледі. Сол үзіндіге сіздер инсерт әдісін пайдаланып талдау жасайсыздар. Мен білемін, жаңа ақпарат, түсініксіз тұстар. Дескриптор жалпы 4 балл. Автор бейнесін шығармаларынан анықтау. Үшінші топ талдаушылар тобы. Рафт әдісі, рөл, аудитория, формат, тақырып. Бұл жерде талдаушылар тобы рафт әдісі арқылы автор бейнесін талдап, өз эссесін оқиды, немесе сахналық түрде көрініс көрсетеді. Келесі бізде жұппен тапсырма. Quizzes платформасы арқылы сіздердің WhatsApp желілеріңізге мен тест жіберемін. Сол тест сұрақтарына жауап бересіздер. Дескриптор жазушының өмірі мен шығармашылық туралы сұрақтарға дұрыс жауап береді. Жалпы балл 2 балл. Балалар, бүгінгі сабақты қаншалықты түсінген туралы рефлексиясын QZ әдісі арқылы көрсетеміз. Бірінші, шаңырақ, сабақты түсіндім. Екінші, оқ, сұрағым бар. Үшінші, кереге, сабақты түсінбедім. Үйге тапсырма. Ғабит Мүсіреповтің шығармаларындағы автор бейнесі, көркемдік ерекшеліктері тақырыбында шағын эссе жазу.